Бүгін сіздер Алмалы ауданы Мұхтар Әуезов атындағы номер 128 жалпы білім беретін мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі Бөбекбай Жарас Нүсіпжанович пен дене шынықтыру пәні мұғалімі Садыркулов Ержан Салтымбековичтің өз авторлық бағдарламалары бойынша іс тәжірибелерімен бөліседі. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен өзім таныстыра кетсем, Мұхтар Әуезов атындағы номер 128 жалпы білім беретін мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі және педагог зерттеуші Бөбекбаев Жарас Нүсіпжанович. Мен сіздерге қазір таныстыратын авторлық оқу әдістемелік құралым 8-9 сыныптар үшін тақырыбы ағаш өңдеу өнері. Жалпы ағаш өңдеу өнеріне кіріспе ретінде айта кетсем, ағаш өңдеу өнері ғасырлар бойы сақталып келе жатқан құнды мұра. Бұл құрал ағаш өңдеудің қыр-сырын үйренуге бағытталған. Қазақстандағы ағаш өңдеудің дәстүрлі қолданылуы зор. Ол заманауи трендтермен үйлесім табады. Әдістемелік құралдың мақсаты оқушыларға негізгі әдістерді түсіндіру болып саналады. Және де әдістемелік оқу құралының негізгі мақсатымен таныстыра кетсем, оқушылардың қолөнерге деген қызығушылығын арттырып, ағаштан жасалынатын бұйымдарды ою-өрнекпен әсемдеуге, безендіруге үйрету. Баланың іскерлік қабілеті мол болса, оның ой-өрісі де кең болады. Берілген тапсырмаларды өз беттерінше орындай отырып, шеберлік ойлау қабілеттері артып, өз беттерінше ой түйіндеп, бұйымдар жасауға үйренеді. Және де әдістемелік құралдың міндеттері. Сыныптан тыс жұмыс кезінде оқушыларға ағаш шеберлік өнерінің теориялық негіздерін меңгерту. Ағашпен жұмыс жасау барысында әртүрлі ой-өрнек нақыштарын қолдануды үйрету. Ағаш бұйымдарды безендіру әдістерін үйрету болып саналады. Және менің оқу әдістемелік құралымның күтілетін нәтижелер, осы бағдарлама арқылы оқушылар халық қолөнерін меңгеру арқылы өз халқының тарихын терең түсініп, мәдени мұрасын қадірлеуге, дәстүрін жалғастыруға дағдыланады. Жаңартылған әдістер арқылы сәндік қолданбалы өнерді заманауи талаптарға жасай алады. Және де ағаш өңдеудің негізгі әдістерімен таныстыра кеткен. Ою, жону арқылы. Ою арқылы біз ағашқа не саламыз? Алғашқа сурет салу әдісін үйренеміз. Ою-өрнек сандықтарын безендіреміз. Музыкалық аспаптарға сән береміз. Жону арқылы ағашты бұрап, кесу арқылы пішін жасау. Аяқ табақтар жасалады. Шахмат фигуралары жасалады. Және ию арқылы ағашты бумен иіп формаға келтіру. Жиһаз жасауда қолданылады. Музыкалық аспаптардың да бөліктері жасалады. Және де ағаш өңдеудің өздеріңіз білесіздер, мұнда әріптестерім отырса, құрал жабдықтар ол қол құралдары, электр құралдары және өлшеу құралдары. Оны атай кетсем, ара, балта, қашау және электр құралдары, электр ара, жону станогы, бұрық. Және де өлшеу құралдары ағашты таңдаймыз, оны кесіп өңдейміз және ағаштан бұйым құрастырамыз. Дәстүрлі бұйымдар, заманауи бұйымдар және шеберлер жұмыстары болып бөлінеді. Қорытындылай келсек, мысалы, болашақта ағаш өңдеу өнерінің әдістемелік құралдың пайдасы, ағаш өңдеу өнерінің даму перспективалары зор болады. Және де оқушылар ағаш өңдеуге қызықтыру жолдарын қарастырады. Қосымша ақпарат көздерін пайдаланады. Ағаш өңдеу өнері сұранысқа ие өнер. Оны дамыту маңызды міндет болып саналады. Және мен сіздерге тағы да бір естеріңізге түсіре кетейін, әдістемелік құралынан күтілетін нәтижелер. Осы бағдарлама арқылы оқушылар халық қолөнерін меңгеру арқылы өз халқының тарихын терең түсініп, мәдени мұрасын қадірлеуге, дәстүрін жалғастыруға дағдыланады. Жаңартылған әдістер арқылы сәндік қолданбалы өнерді заманауи талаптарға сай үйлестіріп жасай алатын болады. Назарларыңызға рахмет. Енді бізде келесі өз бағдарламасымен таныстырады дене шынықтыру пәні мұғалімі Садыркулов Ержан. Ержан ағай, сөз сізде. Алматы форма құрметті әріптестер.
Енді дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Иә, естіліп тұр. Мен Садырқұлов Ержан Салқынбекович, Алматы қаласы Алмалы ауданы Мұхтар Әуезов атындағы номері 128-ші жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары, дәстүр және денсаулық. 8-ші сынып оқушыларына арналған аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайтын бағдарлама. Бағдарламаның мақсаты қазақтың ұлттық ойындарын зерттеу арқылы оқушылардың денсаулықтарын нығайтуға бағытталған физикалық, зияткерлік және мәдени құндылықтарды дамыту, қазақтың ұлттық ойындарын дене шынықтыру және денсаулық сақтау бағдарламаларына интеграциялау. Бағдарламаның міндеттері ұлттық ойындар негізінде белсенді өмір салтын насихаттау, оқушылардың логикалық және стратегиялық ойлау қабілеттерін арттыру, командалық ойындар арқылы ынтымақтастық, өзара қолдау, жауапкершілік сияқты қасиеттерді дамыту, ұлттық ойындарды қазіргі білім беру жүйесінде және спорттық іс-шараларда қолдану жолдарын үйрету, тұрақтылау, мазмұндық бөлімі. Бірінші бөлім ұлттық ойындар әлеміне саяхат 8 сағаттан тұрады. Екінші бөлім физикалық белсенділік негізделген ұлттық ойындар 8 сағатты құрайды. Үшінші бөлім зияткерлік қабілеттерді дамытуға арналған ұлттық ойындар 10 сағатты құрайды. Төртінші бөлім ұлттық ойындар және салауатты өмір салты 8 сағатты құрайды. Енді нормативтік бөлім. Бірінші бөлім ұлттық ойындар әлеміне саяхат, барлығы 8 сағат, теория 7 сағат, тәжірибе 1 сағат. Ұлттық ойындардың тарихы және мәдени маңызы, қазақ халқының ұлттық ойындарының пайда болу тарихы мен олардың мәдени өмірдегі рөлін түсіндіру. Қазақ халқының ойын дәстүрлері ежелгі заманнан бүгінге дейін, яғни қазақ халқының бүгін ұлттық ойындарын қазіргі жастарға таныстырып, оларды сақтау және жаңғырту. Ұлттық ойындардың денсаулыққа кері әсері, ұлттық ойындардың денсаулыққа әсері, теориялық негіздер. Әр ойынның денсаулыққа, тұлға аралық қатынастарға және танымдық қабілеттерге тигізетін әсерін анықтау. Екінші бөлім физикалық белсенділікке негізделген ұлттық ойындар, барлығы 8 сағат, теория 4 сағат, тәжірибе 4 сағаттан құралады. Асық ойындары. Моториканы және дәлдікті дамыту, асық ойыны арқылы зейінді шоғырландыру және қолдың моторикасын жетілдіру тәсілдерін көрсетеді. Көкпар ойыны, көкпар, күш, жылдамдық және батылдық. Көкпар ойыны арқылы балалардың күш жігерін және дене шынықтыру және төзімділігін арттыру. Қазақша күрес денсаулық пен шеберліктің мектебі. Қазақша күрес ойыны арқылы балалардың денсаулығын жақсарту, физикалық күшті арттыру және шынықтыру. Ақпараттық әдістемелік бөлім. 8-ші сыныпқа арналған элективті курс бағдарламасы 30 сағатты құрайды. Курс бағдарламасында ұсынылған тақырыптар 4 бөлімге бөлінген. Ол қазақ халқының ұлттық ойындары, дене шынықтыру және дене шынықтыру бойынша интеграцияланған оқытудың әдістерін қамтиды. Сонымен қатар оқушыларға ұлттық ойындарды ойнау арқылы дене шынықтыру, төзімділік, шапшаңдық, ептілік және командалық рух сияқты дағдыларды дамытуға бағытталған. Оқушылардың білімін бағалау. Курс соңында оқушылардың ұлттық ойындар туралы білімін тексеруде тест тапсырмалары мен практикалық тапсырмалар құрастырылған. Бұл ойыншылардың білімді меңгеру деңгейін тексеруде маңызды. Зияткерлік дамытуға арналған ұлттық ойындарды практикада қолдануға арналған электронды ойын түрлері ұсынылған. Бұл арқылы оқушылардың ойын түрлерін меңгеру және деңгейін анықталады. Курсты оқыту барысында келесідей маңызды мәселелер ескерілген. Жас ерекшеліктері, оқушылардың жасы мен физикалық дамуына сәйкес келетін ұлттық ойын түрлері қамтылған. Топтық жұмыс оқушылардың топтық және командалық ойын түрлерімен таныстырады.
Şimdi soңғы қауіпсіздік ережесі. Бағдарламада қамтылған тақырыптар ұлттық және ұлттық ойын түрлерін қамтиды. Ойын түрлері мектеп спорт залы мен сыртқы спорт алаңында жүргізуге ыңғайлы. Ойындарды өткізу кезеңінде денсаулық пен қауіпсіздік шараларына ерекше назар аударылған. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға уақыттарыңызды бөліп біздің әдістемелік оқу құралымызбен таныс болғандарыңызға рахмет айтамыз. Барлықтарыңызға сәттілік жұмыстарыңызға. 28-ші Рахмет барлықтарыңызға. Рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар.